Қайырлы күн баршаңызға. Pinduoduo приложениесінен акциялардың тізімін қай жерден көруге болады және таңдауға болады. Соны көрсетемін. Pinduoduo приложениесіне кіргеннен кейін главный бетке өтеміз. Жоғары жақта сағаттың белгісі тұрады, міне қараңыздар. Осыны бассаңыздар, акциялардың тізімі осы жерде көрсетіледі. Мына жерде міне 11-де болатын акциялардың тізімі, одан кейінгі жерде 12-де болатын заттардың тізімі, одан кейін сағат 1-де болатын акциялардың тізімі көрсетілген. Енді осы жерде мен кез келген затты таңдайын. Мына сумканы таңдайын. 13,88 деп тұр. Бұл қазір акция бағасы. Бұның бұрынғы бағасы 77 юан болған және 108 дана осы сөмкеден сатылымға шығып тұр. Қызылды басып, мұны қараңыздар, кез келген затты өзіңіз таңдай берсеңіз болады. Енді мен сіздерге брендті қалай таңдау керек, соны көрсетейін. Ол үшін бірінші переводчикқа кіріп, женская сумка дейін. Қараңыздар, женская сумка деп жазамын. Қытай тіліне аударып аламын. Осыны копировать етемін да, копировать етіп, приложениеге қоямын. Қараңыздар, жоғары жақта переводпен іздеу деген сөз бар. Осы жерге копировать, ставить етемін. Және басып іздеймін. Міне маған әртүрлі женский сумкалар көрсетті. Енді ең жоғарғы жағында 5 иероглиф көрсетілген, міне қараңыздар. Осының ішінде міне 4-шін бассақ, осы жерде барлық брендтегі сумкалардың барлығы осы жерде көрсетіледі. Егер осы сөмкелердің ішінде міне қара жирный көрдіңіздер ғой, егер осындай белгі тұратын болса, онда сапасы өте керемет деген сөз. Қорықпай заказ бере берсеңіздер болады. Астында міне қызылды басамыз, 39,46 деп тұр. Бұл жерде екі баға тұр, 99 және 39,46. Егер 99-ды басатын болсаңыз, ол ешкімді күтпеймін. Мен өзім жалғыз заказ беремін деген баға, бірақ бұны ешкім таңдамайды. Қызылды таңдаймыз, яғни бірігіп заказ беру деген сөз. Енді мына жерді қарасаңыздар, міне күтіп отырған адамдар бар, міне көріңіздер. Осы жерге кіріп, кез келген қызылды басып, арғарай заказ қызылды басып заказ берсеңіздер, сіздерге осы бренд болып жатқан заттар тез келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.